Қалайсыздар? Тақырып сатушы мен оған тікелей жұмыс беруші, яғни басшы арасындағы шынайы қарым-қатынас. Өкінішке орай, көп сатушы өзін толығымен жұмысқа береді, жұмысын жақсы жасайды. Қай кезде? Тек басшы жұмыста жүрген кезде, оның көзіне түсу үшін, оған жақсы көріну үшін ғана, сол кезде ғана тұтынушымен керемет қарым-қатынас жасайды, жұмысын жақсы істей бастайды, өзінің жақсы қырларын аша бастайды. Ал жұмыс беруші, басшы жұмыста жоқ кезінде өзін уже тастайды. Ол қалай? Клиентке немқұрайлықпен қарайды, жұмыс уақытысында бос нәрселермен айналысып кетеді. Мысалы, жаңағы смартфоннан қажетсіз ақпараттар көру, Instagram, YouTube болсын, TikTok болсын, өзінің жаңағы достарымен сөйлесіп кетеді телефон арқылы. Сатушының мақсаты клиенттің разылығы болу керек. Өйткені бұл жерде сатушыға ақша төлеп жатқан басшы емес. Ақшаны төлеп жатқан, ақша алып келіп жатқан ол тұтынушы. Сатушының бүкіл фокусы басшыда емес, бүкіл фокусы тек қана тұтынушыда болу керек.